Енді ірі қара малдың етін жеу үшін оны өсірмейміз. Қытайда дәмі күнде жеп жүрген сиыр етінен айнымайтын жасанды ет өндіретін компания жұмысын бастап кетті. Мұндай істі шанхайлық стартаперлер қолға алған. Кәсіпорынның бас директоры Цилян Ян зауытта 2000 литрлік биореактор жұмыс істеп тұрғандығын жеткізді. Оның сөзінше, бұл технология жылына тонналап жасанды ет өндіруге мүмкіндік береді. Жабдықтар санын еселеу жоспарда бар, ал әзірге зауыт сынақтық режимде жұмыс істеп тұр. Егер жоба ойдағыдай болса, онда зауыт тұтынушылар үшін 2025 жылға дейін коммерциялық қызметін бастайды. Мұндай өнімнің келісі $100 төмен болады деп күтілуде. Салыстырмалы түрде жапондық А5 теңгелі сиыр еті Amazon сайтында $189 сатылып жатыр. Өндіріс 1,5 миллиардқа жуық адамды етпен қамтамасыз етеді. Осылайша көршілес Қытай елі ет өнімдерін импорттау қажеттілігін қысқартуды көздеп отыр. ЗТБ парақшасын тыңдап, оқи жүріңіздер.